Бәріңізге сәлем. Тез дайын болатын әрі өте дәмді күріш қосылған краб салатын дайындаймыз. Алдымен жұмыртқамызбенен күрішімізді суға пісіріп суытып дайындап қоямыз. Содан кейін краб таяқшаларын осылай барлығын 4 бұрышты етіп турап аламыз. Содан кейін жүгерімізді саламыз. Жұмыртқамызды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Үшінші жұмыртқамызды салып, қиярымызды да дәл осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Бұл өте оңай салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және күріш қосылғаннан кейін дәмі басқаша болады. Қиярымызды саламыз, содан кейін біздің күрішімізді саламыз. Күріш бізде езілмеген, жақсы болып піскен болуы керек, және күрішті таңдар кезде жақсысын таңдаңыз. Содан кейін 2 ас қасық майонезімізді салып, тұзымызды салып, қалауымызша барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Біздің салатымыз дайын болды, қыздар. Енді осылай қалағанымызша формаға салып, әдемілеп, сәндеп ұсынсақ болады. Салатты салқындатып жесеңіздер өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді әрі оңай дайын болады. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз, алда көптеген тәттілер, салаттар шығаратын боламын.